Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын нутелладан кем түспейтін шоколад пастасының рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар ең алдымен сұйық май. Сұйық майымыз біздің тазартылған және иіссіздендірілген болуы қажет. Және де сүт қажет болады, қант, яғни шекер, және бізге ванильді қант қажет болады. Ванильді қант қазір сіздерге көрсетейін. Міне осындай болады. Кез келген дүкеннен таба аласыздар. Осы ванильді қанттан 2 шай қасық қажет. 2 ас қасық какао және бізге кез келген жаңғақтың түрі керек болады. Бұл міндетті емес. Бұл жаңғақты қазір біз майдалағышпен майдалап қосатын боламыз. Және осындай кішкене ұзынырақ ыдыс қажет болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен жер жаңғағымызды майдалап аламыз. Менде осындай майдалағыш бар. Осыған жаңғағымызды салып, бетін жауып, майдалап аламыз. Міне жаңғағымызды майдалап алдық. Енді ыдысымызды алып, оған ең алдымен сүтімізді құямыз. Оның үстіне қантымызды саламыз, шекерімізді, ванильді қантымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Және осының барлығын блендердің көмегімен араластырамыз. Және де бұның барлығын блендермен араластырғанда бізде кішкене қою масса пайда болады. Яғни қоюланғанша осылай блендермен араластырамыз. Міне осындай қою масса пайда болады. Енді оның үстіне 2 ас қасық какаомыз саламыз. Және майдаланған жаңғағымызды саламыз. Тағы да блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп араластырамыз. Міне біздің өте дәмді, нутелладан кем түспейтін шоколад пастамыз дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңызға да өте қатты ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.